Алматы облысы Қарасай ауданында қалыптасқан күрделі әлеуметтік жағдай мен ауданның мыңдаған тұрғындарының Қазақстан бойынша табиғи газға ең қымбат тарифпен төлеп отырмыз деген шағымдары осы депутаттық сауал жасауға негіз болды. Бізге мәжіліс депутаттарына шұғыл байланысқа шыққаннан кейін осыдан 4 күн бұрын Қарасай ауданында 500-ге жуық тұрғынмен кездесіп, арыз шағымдарын тыңдап қайттым. Жағдай өте күрделі. Мәселенің ушығып кеткен соншалықты бұл дау шешілмесе, 2 аптадан кейін мыңдаған адам жолды жауып, жаппай ереуілге шығатындарын ескертіп отыр. Наразылыққа себеп Қарасай ауданындағы Шамалған, Жандосов, Шалқар, Қайрат, Еңбекші, Құмарал, Үштерек секілді оңдаған елді мекенді. Сондай-ақ Аяжан, Аянат, Арай және Дархан саяжайларын газбен қамтып отырған Сигма Газ компаниясының қожайындары бағаны қолдан көтеріп, газдың құнын 34-75 теңгеге өсіру болды. Ал сол жердегі басқа компаниядан газ алатын тура іргесінде тұрған Қаскелең қаласы мен Жамбыл ауданының тұрғындары газдың 1 текше метріне 26-27 теңгеден төлеп отыр. Бұл өте үлкен айырмашылық.